Баршаларыңа сәлем. Бүгін осындай шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жылып тұрған сүтіміздің үстіне 200 грамм қантымыздың жартысын салып, жартысын жұмыртқаның үстіне саламыз. Енді сүтіміздің үстіне осылай какаомызды екіге бөліп, осылай какаомызды сүтімізге араластырып дайындап аламыз. Енді қант ерігенше осылай миксердің көмегімен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай ағарғанша араластырамыз. Үстіне майымызды құйып, дайындап қойған массамызды қосамыз. Кішкене араластырамыз. Енді 400 граммдай ұнымызды осылай електің көмегімен елеп, 1 шай қасық базиликті қосып, осылай қамыр дайындайтын боламыз. Ұнымызды осылай аз-аздан салып, қамыр дайындаймыз. Неге бізде осындай қамыр дайын болды. Сұйықта емес, қоюда емес, орташа көлемде. Енді осының үстіне орехымызды салып, кішкене араластырамыз. Алдын ала пешімізді де қыздырып қоямыз. Енді осыны пешімізге құйып аламыз. Неге құйып алды, енді кішкене қозғап жіберейік. Пешімізде пісіріп аламыз. Осылай піскенін таяқтың көмегімен білсек болады. Енді осының үстіне глазурын дайындаймын. Шоколадты осы сармаймен кішкене ертіп аламыз. Неге осындай қоюлықта ертіп алдық шоколадымызды. Енді осыны пирогымыздың үстіне құйып жағып аламыз. Неге глазурын жақтық, енді осыны холодильникте 10-15 минутқа шоколадын қатырып аламыз. Неге біздің пирогымыз дайын. Осы рецептпен сіздерді жасап көріңіз. Неге осындай. Мінекей осындай жұмсақ пирогымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіз. Менің рецептім ұнаған болса, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.